Баршаңызға сәлем қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын өте жеңіл, әрі дәмді, әрі пайдалы греческий салаттың рецептімен бөлісемін. Алдымен тәтті бұрышымызды төрт бұрышты формада турап аламыз, яғни кубиктап турап аламыз. Негізі бір түрін пайдалансаңыздар да болады. Мен әдемі көрінсін деп үш түрін пайдаландым. Қатты үлкен емес, орташа қылып тураңыздар, жегенге де ыңғайлы болады. Ендігі кезекте салаттың листімізді пайдаланамыз. Жақсылап жуып, оны да турап қосамыз. Салаттың листімізді майдалап турамай-ақ ірі-ірі етіп 2-3 бөлікке бөліп қоссаңыздар да болады. Енді қиярымызды 4-5 бөлікке бөліп, қиярды да 4 бұрышты етіп турап алатын боламыз. Құрметті қыз-келіншектер, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдай отырыңыздар. Ендігі кезекте осындай қызыл пияз пайдаланамыз. Ақ пияз қосуға болмайды. Міндетті түрде осы пиязды турап қосатын боламыз. Барлық көкөністерді ыдысқа салып аламыз. Черри помидорын 2 бөлікке бөліп қосамыз. Егерде черри помидор болмаса, кәдімгі помидордың қатты жерін турап қоссаңыздар болады. Мен қосып жатқан көкөністерден бір ғана тарелка салат шығады. Егерде сіздерге көп мөлшерде керек болған жағдайда 2-2 көкөністерден қосып, мөлшерін көбейтіп жасасаңыздар болады. Салаттың бетіне шым-шым тұз сеуіп қоюды ұмытпаңыздар. Негізі бұл салат арнайы соуспен жасалады, сондықтан да өте дәмді болады. Енді соусын дайындаймыз. Бізге осындай прованский травы деген дәмдеуіш қажет болады. Кез келген дүкендерде сатылады. Оның үстіне алма уксусын қосамыз. Барлық қоспаларды мен астына описание бөліміне жазып қоятын боламын. Оның үстіне оливковое масламызды құямыз. Ол да кез келген дүкендерде сатылады. Және де бір дана сарымсағымызды күштің көмегімен өткізіп қосатын боламыз. Сарымсағымызды қосып болғаннан кейін осындай горчица пайдаланатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, жаңағы ыдыстағы көкөністеріміздің үстіне салып, жақсылап араластыратын боламыз. Өте дәмді әрі жеңіл салат пайда болады бізде. Бұл әсіресе дұрыс тамақтанып жүрген қыздарға арналған өте жеңіл салат. Негізі бұл салатқа фета сырын қоссаңыздар өте дәмді болып шығады. Менде болмағандықтан қоспадым. Егерде сіздерде болмаса, қоспасаңыздар да болады. Енді осындай оливке қажет болады. Бүтіндей қоссаңыздар да болады. Мен сияқты осылай 2 бөлікке бөліп қоссаңыздар да болады. Мінекей керемет салатымыз дайын болды. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жеңіл әрі дәмді салат. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп жатсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.